Қымбатты оқушы, біз енді өзіңмен қазақ лиро-эпостық жырларының ішіндегі көркемде соңғы шыққан жырлардың бірі 19 ғасырдың бірінші жартысындағы оқиғаларды қамтитын жыр Айман Шолпан жырына тоқталамыз. Айман Шолпан жыры бұл қазақтың еліне феодалдық заманның кетіп, капиталистік қоғамның алғашқы белгілері келе бастаған кезеңде дүниеге келген жыр болып саналады. Жырдың басты тақырыбы міндетті түрде ғашықтық, өліп өшкен сүйіспеншілік емес. Ал бұл жерде қазақ қызының саналы, мына ел билеу ісіне араласып, өзінің қолына билігін алған жастар туралы болып отыр. Жырдың басты кейіпкері Айман. Айман ол Маман бидің қызы, ақылды да сұлу байдың қызы. Оның сіңілісі Шолпан. Шолпан жырда көбінесе тікелей кейіпкер емес, жалпы қосалқы кейіпкер ретінде ғана көрінеді. Айманның әкесі Маман бай. Маман өзінің өткен заманын білмей жүрген, әлі баяғысын көксеп жүрген, алтынды үйге таласып, сенің қу кедей деп көтібар менен ерегісіп, түкке тұрғысыз нәрсеге өзінің бүкіл абыройынан айырылып қалып отырған қазақтың надан байы. Одан кейін Маман менен қарсы ерегісетін шекті руының батыры Көтібар. Бұл да баяғысын көксеп, өзінің күлкіге ұшырағанын білмей, не істерін білмей, тек Айманның арбауынан асалмай бар бітіргені Маманның елін шауып, екі қызды нарға теріс мінгізіп, бүкіл жылқы, басқа дүниелерді алып шыққаны болмаса, одан арыға ештеңеге жарамай қалатын күлкілі батырсымақ пенде. Одан кейін жырда көрінетін Арыстан. Көтібардың інісі Арыстан батыр. Бұл жас, әлеуметтің тізгінді қолына алып атырған, ақылды, парасатты, елдің шабысын емес, елдің бітімін ойлайтын ақылды жастардың бірі болып саналады екен. Және сонымен бірге Айманның атастырып қойған жігіті Әлібек те бұл жерде қосалқы кейіпкер ретінде саналады. Енді қысқаша ғана мазмұны бұның алтындатқан асқа барып, алтындатқан үйге түсіп отырған Маманның қасына, сіздің қасыңызға Көтібар дейтін батыр келді. Міне бұл кісі де сіздің қасыңызға отырсын дегенде, ол менімен бірге тізе қосып отыратын, оның қай байлығы бар еді, ол қу кедейдің деп кемсітеді. Міне сол сөзді естігеннен кейін Маман мен Көтібар сол жерде астың үстінде тартысып қалады. Міне сол тартысқан кезінде екеуі қол алысып, осы ас біткеннен соң сені барып шауып аламын, бүкіл малыңды алып кетемін деп серт береді де, Маманбай менен Көтібар сол жерде қол алысып серттеседі. Міне содан кейін ас біткеннен кейін Көтібар бүкіл өзінің жігіттерін жинап барып, Маманның ауылын шауып, тал түсте екі қызды қара нарға теріс мінгізіп алып кетеді. Оқиға осыдан әрі қарай шиеленсе түседі де, ақылды да дана, бар нәрсені өзінің қолына алатын Айман қыз осы жерде ер көтеке атыңның басын тарта тұр. Мінеке шығады әкем даусы ойбайлаған, шығады әкем даусы аймандаған деп тұрып, оның ашуын мен сізден қашамын ба бөтен жаққа деп алдау сұралтып отырып, бүкіл сол жердегі тізгіннің бәрін өзінің қолына алып алады. Сөйтіп Шолпанды қайтарады. Шолпанды басқа шалдармен емес, жігіттермен емес, тек қана Арыстанменен қайтарам. Сол жігітке ғана сенемін деп қайтарады. Ондағы ойы Шолпанды Арыстанға қосу. Міне сөйтіп, оның бәрін қайтарып, Шолпанға өзінің жасырып қойған дүниелерінің бәрін жинап алып, мен барғанша қарны аш болмай тұра тұрсын, атым Айман болса, мына дүниенің бәрінде қайтарамын деп сөз айтып, сәлем айтып бер жібереді. Міне әрі қарай ол Көтібардың қандай осал жері бар деп бүкіл таныстарынан сұрайды. Сол жерде оның Теңге дейтін тоқалы бар, 10 жасар ұлы Есет дейтін ұлы бар екенін біледі де, Есетке тамаша бір қолы менен кестелеп тұрып, кестелі бешпен шалбар тігеді. Міне сол шалбарды
кигізіп, оны атқа мінгізіп, Есеттің әбден көңілінен шығып алады да, осыдан туған әкеңнен барып сүйінші сұра, байғазы бер, байғазыға тек қана Айманға 40 күнге дейін неке қимаймын деген сөзін ғана ал, басқа ештеңеге келіспеймін деп айт деп әдейі айдап салады. Сөйтіп өзінің алдынан шыққан теңгені де әбден шамына тиіп ашуландырады. Базарда теңге болсаң бұл боларсың, қолыңа құр қалсаң құл боларсың. Айтқаны көтекемнің рас болса қолыма су құятын күң боларсың деп әдейі асауда ерке тоқалдың шамына тиіп, әрі қарай өзін қарсы алдырмай қайтарышы береді. Міне бұл жерде де әртүрлі саясатты ұстап, әлгі көтібар шалды не тоқалынан асалмай, не Айманмен сөз байласа алмай, ең соңында бүкіл маманның жиған дүние-мүлкінің бәрін қайтарып, өзі Айманға өкіл әке болып, Әлібек екеуін қосқаныменен аяқталады екен. Бұл жырда сүйіспеншілік махаббат мәселесі емес, ел арасындағы бітім, жастардың ел билеу ісіне араласуы негізгі тақырып болып табылады.